Сәлем достар, бүгін сіздермен творожный наслаждение деп аталатын, осындай үгітіліп тұратын, ауызға салсан шайнамай жұтатын еритін, ауызда еритін осындай дәмді пирогымызды жасаймыз. Ол үшін 300-350 граммдай ұн керек. Үлкен стаканнан ол 2 рет саласыздар жарты-жартыдан. Сосын 180 граммдай май, жейтін май, сосын 1 шай қасық разрыхлитель, сосын жарты стакан шекер саламыз. Сосын осылай барлығын қосып, араластырып, ұнтақ тағып, осылай араластырамыз, үгітіп. Мұнда сүзбемізді салып аламыз, где-то 200-250 граммдай. Үстіне жарты стакан сахар, потом ванильный сахар саламыз. 2 жұмыртқамызды осылай қосамыз. Жақсылап вилкамен немесе блендермен араластырып аламыз, бір қалыпты күйге келтіріп. Менің мұнда формам примерно 28 сантиметр диаметрі. Осы ұнтағымыздың жаңағы 60%-ның астына жайып салып аламыз. Үстіне ортасына жаңағы сүзбелі начинкамызды осылай жайып шығамыз салып. Оның үстіне жаңағы қалған ұнтағымызды сеуіп шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градус қыздырып, 35-40 минуттай пісіріп аласыздар до золотистого цвета. Пирогты кішкене суытып, кесіп жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып өтіңіздер. Баршаңызға рахмет.